Сәлем баршаға, сіздермен Арайдың асханасы сары сәбіз, нухат, мейіз қосып жасалатын нағыз өзбекский палаудың рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен нухат немесе нут деп атап жатады ғой. Бір күн алдын ыстық суға осылай қалдырасыздар. Бір күннен кейін қазанымызға сұйық майымызды және де кішкене құйрық май қосып жіберіңіздер. Етімізді майымыз қызғаннан кейін етімізді салып, етімізді 1-2 минуттай жақсылап қатты отта қызартып қуырып аламыз. Жақсылап қуырыңыздар. Немесе кейбіреулері пияз салып жатады, бірақ негізі етті алғашқы салып қуырғандарыңыз дұрыс. Одан соң молырақ пиязымызды жақсылап осылай қоңыр түске айналғанша кішкене күйдіріп қуырасыздар, сол кезде палауға ерекше дәм береді. Оның үстіне қызыл сәбіз және де сары сәбізімізді ұзыннан етіп турап шығамыз. Дайын болған нухатымызды саламыз және де осындай арнайы палауға майда мейіздер сатылады, соны қосамыз. Палауға арналған дәмдеуіш және де дәміне қарай тұзды саламыз да қайнап тұрған ыстық суымызды үстінен құямыз. Осы тұста чеснокты салып жүрсеңіздер болады. Суды дәл сәбізге тұспа-тұз құясыздар. Асты баяу отта 1 сағаттай қайнатамыз. 1 сағаттан кейін жақсылап жуылған күрішімізді үстіне саламыз. Менде бұл жерде күріш, лазер күріші. Мінекей су күрішпен тұспа-тұз болып шықты. Асты орташа отта күріш суы тартылғанша қайнатамыз. Осы тұста зира салып жіберіңіздер. Мінекей суы тартылғаннан кейін күрішті келесі бетіне осылай аударып шығамыз. Тағы да жақсылап суы тартылуы керек толықтай тартылғаннан кейін барлық күрішті ортаға жинаймыз да осылай тесіктер тесіп, асты баяу отта тағы да жарты сағаттай қазанымызды орап тұрып пісіреміз. Жарты сағаттан кейін біздің күрішіміз почти дайын деп айтсақ та болады. Тағы да орап тастап, астын өшіреміз. Өшіріп қалдырасыздар. 20 минутқа қалдырасыз, 15-20 минутқа қалдырасыздар ғой қыздар. Одан кейін мінекей біздің күрішіміз дайын болады. Дәл осылай тал болып шығады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.